Біз Жалтыр орта мектебінің ұжымы Ақжар орта мектебінен облыстық тіл тұғырым жобасы аясында ұйымдастырылған «Мен қазақ тілімен мақтанамын» челленджін қабылдап, Көктөбе орта мектебіне жолдаймыз. Қазақ тілінің байлығы, қазақ халқының, қазақ ұлтының байлығы. Осы байлықты бағалай білуіміз керек. Сонда ғана бізді Қазақстан кез келген жұртпен иық тірестіре алатын іргелі ел бола алады. Сәрсен Аманжолов. Ана тілін біліп тұрып, өзгеше сөйлеу сүйеніш. Ана тілін білмей тұрып, өзгеше сөйлеу күйініш. Өз тілін білмей тұрып, өзгеге еліктеу зор қате. Халел Досмағамбетұлы. Қай ұлтты, халықты алсақ та, бәрінің де өзіне лайық тілі бар. Халық өзінің тілін ең ардақты нәрсе деп санайды, сүйеді. Ана тілін сүймеген адам халқын да сүйіп жатпайды. Орыстың ұлы жазушы Короленко «Менің тілім өз балаларыма түсініксіз болып қалады-ау» дегенді ойласам, жаным түршігеді депті. Қазақ тілі сұлулығымен бой балқытып, тамыр шымырлататын, жан дүниеңді жандырып, құлақ құрышын қандыратын, өткірлігімен қысыл-таяң тұста ер мен елге медет беріп, адам түгіл жағдайдың өзінің аузына құм құятын ғажайып кемел тіл Бауыржан Момышұлы. Менің ана тілім шексіз бай, шұрайлы, тегеруіне мықты тіл. Өйткені өмірдің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіме басты себепкер сол ана тілім. Мынау жарық дүниеге келгеннен бастап, ананың әлдейімен бойыма сіңіріп келе жатқан тілім мен үшін ең қастерлі, ең қымбат тіл. Ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров ана тілімді, сүйемін туған тілді анам тілім, бесікте жатқанымда берген білім, шіретіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнін деп жырға қосқан. Осы челленджді Көктөбе мектебіне жолдаймын.